сәлеметсіздер ме, құрметті тіл үйренушілер? Сіздердің назарларыңызға А1 қарапайым деңгейіне арналған азық-түлік тақырыбындағы сабақты ұсынамыз. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Азық-түлік, продукты: нан, хлеб, жұмыртқа, яйцо, кәмпит, конфета, қант, сахар, ет, мясо, тұз, соль, ішу, выпить, пить, айран, кефир, сүт, молоко, шырын, сок, қаймақ, сметана, ірімшік, сыр, шұжық, колбаса, жеу, кушать, сатып алу, покупать. Грамматикалық тақырыпқа назар аударайық. Іліксептік. Іліксептік белгілі затты меншіктеуді, тәуелдеуді білдіреді. Кімнің, ненің деген сұрақтарға жауап береді. Оның формалық көрсеткіші нын-нын, дын-дын, тын-тын. Берілген сөздерге ілік септігінің жалғауын жалғаңыз. Тексерейік. Азық-түлік атауларын жазыңыз. Тексерейік. Артық сөзді сызып тастаңыз. Тексерейік. Азық-түлік атауларын мағынасына қарай екі топқа топтастырыңыз. Тексерейік. Алма жеймін бе, ішемін бе? Я, жеймін. Су ішемін бе, жеймін бе? Я, ішемін. Нан жеймін бе, ішемін бе? Я, жеймін. Сүт ішемін бе, жеймін бе? Я, ішемін. Назарларыңызға рахмет.